Жақында Степпеворд баспасынан қазақша шыққан бір Хюге туралы бестселлер алдым. Хюге деген ол дат халқы, дат білесіз ғой, Скандинавия, Швециялар мен Норвегия мен көрші ел. Олар әлемді таңқалдырады да, даттар. Неге? Өйткені негізі мынау неғұрлым солтүстікке жақын, полюсқа жақын тұрады халық. Соғұрлым күн сәулесі жетіспейді да, біздің бақытты, өзімізді бақытты сезінуіміз күн сәулесіне қатты байланысты екен. Соның үшін кедей болса да оңтүстікте тұратын халықтар өзін бақытты сезінеді да, бай болса да солтүстікте тұратын халықтар өзін көп кезде бақытсыз сезінеді, суицид көп болады. Ал даттар соның бәрін бұзып жатыр екен. Олар рейтингтерде өзін бақытты сезінуден рейтингтерде жүлделі орын алып тұрады да. Соның себебі неде деп ізденеді автор. Сонда айтады, олардың бақыты ол сол Хюге деген ұғымда. Хюге деген біздің тілмен айтқанда қоңыр тіршілік өмір сүру, достарымен араласу, сондай бір жылылық, бір-біріне сезіну, қысқы кезде шырақ көп жағу, тірі от дегендей, анандай бір бай болуға тырыспау, басқаларға өзін бай көрсетуге тырыспайды, қоңыр тіршілікке риза болып, әрбір сәтінде өзін риза сезініп, әрбір өзінің ішкен шайы, жеген бір тілім нанның дәмін сезініп, солай бақытты болуға тырысады екен даттар. Сосын мынандай автор сұрақ қояды: басқа халықтарда ұқсас ұғым бар ма? Қалай ойлайсыз, қазақта қандай ұғым сол даттың Хюгесіне, қоңыр тірлік кешіп бақытты болуына сай келеді? Менің бір ойым бар, бірақ сіз де бөлісіңіз. Даттардың қоңыр тіршілік, бақыт Хюгеге сай қазақта қандай ұғым бар деп ойланып көрдім да, мен әртүрлі пікірлерім болды, ойларым болды. Бірақ әрбір ойланып көрсем, мынау ұйы деген сөз сияқты ғой. Ұйытқы деген бәріміз білеміз енді. Ұйытқы, айран ұйытқысы, қымыздың қоры ұйытқысы, тағы да сондай. Бірақ мынау біздің халқы үшін, жалпы түрік, моңғол, мал ұстайтын халықтар үшін мынау сүт қасиетті нәрсе болды ғой, ақ сүт. Және оның ұйығаны да сондай бір қасиетті ұғым болды. Ол кәдімгідей космогониялық, ғарыш қалай пайда болды деген ұғымдарға кіріп кеткен. Мысалы, жерде ол судың түбінен үйрек па, қаз ба бір ніл алып, сонымен айнала ұйытқы болды, сонымен су үйіп, жер ұйық пайда болды деген ұғымдар бар ғой. Сол сияқты айрандай ұйыған отбасы, айрандай ұйыған қоғам деген сияқты бір-бірімен үйлесім тауып, үйлесім, ұйытқы, ол бәрі де ұйық, ол бәрі де бір түбірлі сөздер деп ойлаймын. Сон үшін мен үшін мынау ұйы деген даттардың Хюге сияқты ұғым тең дәрежедегі. Сіз қалай ойлайсыз?